Өнерді мұрат тұта отырып, бар болмысын, бүкіл саналы ғұмырын халқына шынайы қалтқысыз қызмет етуге арнаған тұлғалар санаулы. Сол санаулы тұлғалардың бірі Таласбек Әсемқұлов. Біз бүгінгі бағдарламада Таласбек Әсемқұловтың «Бекторының қазынасы» хикаятына тоқталамыз. Армысыздар, құрметті көрермендер. Сіздердің тамашалап отырғандарыңыз Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасының оқу әдістемелік кабинетінің ұйымдастыруымен әдебиет шығарма көзқарас бағдарламасы. Ал мен оның жүргізушісі Айнұр Бақталы. Олай болса, құрметті көрермендер, студиямызға келген қонақтармен таныс болайық. Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған дарын мектеп-интернатының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің ұстазы Дүйсенбаев Базарбай Рысбайұлы. Дүйсенбаев Базарбай Рысбайұлы облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған дарын мектеп-интернатының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің дарынды ұстазы. 2012 жылы шыққан оқу сауаттылығы әдістемелік құралының авторы. Республикалық үздік педагог 2012 байқауының жеңімпазы. Және Байзақ ауданы Ғани Мұратбаев атындағы гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Кудереева Бақыт Жақсылыққызы. Кудереева Бақыт Жақсылыққызы. Жамбыл облысы Байзақ ауданы Ғани Мұратбаев атындағы гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің белді ұстазы. 2019 жылғы жарық көрген 11-ші сыныптарға арналған журналистикаға кіріспе бағдарламасының және эссе жазудың практикалық тәсілдері көмекші құралының авторы. Республикалық үздік педагог 2019 байқауының жеңімпазы. Сонымен қатар Жамбыл ауданы Шайғорық орта мектебінің 11-ші сынып білім алушысы Тұрсан Аружан. Тұрсан Аружан, Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Шайғорық орта мектебінің 11-ші сынып білім алушысы. Болашақ әдебиетші. Бос уақытының бәрін көркем әдеби кітап оқумен өткізеді. Бағдарламамызға қош келдіңіздер. Алдын ала айтылғандай, Таласбек Әсемқұловтың «Бекторының қазынасы» хикаяты болмақ. «Бекторының қазынасы» хикаятын оқу, «Бекторының қазынасы» хикаятын талдау, шығармаға өз көзқарасымызды білдіру – бұл біздің бүгінгі міндетімізге жүктеліп отыр. Таласбек Әсемқұлов – жазушы, кинодраматург, күйші. Таласбек Әсемқұлов 1955 жылы тамыздың 1 күні Семей облысының Таңсық темір жол бекетінде тігіншілер отбасында дүниеге келген. Туа салып бауырына басқан нағашы атасы, атақты күйші Жүнісбай Стамбаевтың қолында Семей облысының Айғыз ауылында өскен. Таласбек Әсемқұлов атайы, болмашы әңгіме, кәрі күйші әңгімелерінің, шымдан, Бекторының қазынасы хикаяттарының және Талтүс, Тәттімбет сері романдарының авторы. Енді осы жалпы шығарманың идеясы, мақсаты кімдерге арналған? Көркем шығарманы оқу арқылы оқушы өмірдің әсемдігін сезінеді және сол арқылы эстетикалық талғамы, дүниетанымы қалыптасады. Таласбек Әсемқұловтың «Бекторының қазынасы» туындысында автор темірқазық идеясын қолына ұсталған компас сияқты оқырманына ұсынады. Бүгінгі қоғамда адам болу сияқты құндылықтар арқылы ішкі тәуелсіздігіне баға беруге мәжбүрлейді. Міне шығарманың идеясы осында жатыр. Ғылым мен техниканың дамыған заманында оқушыларды кітап оқымайды дейміз. Дегенмен кітап оқып, сүйіп, әдеби кітапты ізденіп оқитын шәкірттеріміз де баршылық. Соның бірі Тұрсан Аружан бізге қонаққа келіп отыр. Аружан, сен Таласбек Әсемқұловтың «Бекторының қазынасы» хикаятын оқыдың ба? Я оқыдым, туынды маған өте қатты ұнады. Мазмұнын айтып бере аласың ба бізге? Әрине. Жақсы. Қайырболдың ата-анасынан ерте айырылып, ата-әжесінің қолында әжесінен ертөстік ертегісін тыңдап өседі. Тағдыр тауқыметін көп көрген балам өмір қиыншылықтарына тез бейімделеді. Әскерден оралып, Алматы қаласында асханада жұмыс жасайды. Күнделікті табысын өзі мен ата-әжесінің күн көрісіне жұмсап отырады. Уақыт өте келе Қайырболды жұмыс орнына ауыстырады. Қайырболды жұмысымен бірге ой санасын да ауыстырғандай болады. Адамдар қалай байиды екен, қалай баюға болады, бай болсам екен деп армандайды. Қайырболдың бұл тілегі қабыл болып, өте байқуатты тұлғаға айналады.
оның байқуатты тұлғаға айналуына себепші болған Бекторы. Ол оның ата-әжесінен көріп өскен ақпейілді көңілін, ақпейілді жүрегін байлыққа айырбастауын сұрайды, және ол оны байлыққа айырбастайды. Қайыр болдым, талай сұмдықты бастан кешеді. Ақша мен дүниенің бар болған сайын бола берсе екен деп, ашкөз тұлғаға айналады. Өзінің қандай тұлға болғанына қарап, қандай тұлғаға айналғанына қарап өте қатты өкініп, өзін қолға алып, жарқын болашағына сағындық болып оралады. Тамаша, жақсы. Аружанға қоса кетесіздер ме? Мына шығарманың жаңа идеясы деген жерде мына Мұхамеджан Қаратаев ағамыздың осы заман шындығы, осы замандық рух, осы заман адамы жаңағы көркем шығармада шынайы көрініс береді дейді. Мінекей осы Бекторының қазынасы шығармасының негізгі идеясы осы адамдардың арасындағы имандылық, бауырмалдылық, жалпы адам баласының бойындағы өзінің құндылықтарды, адами құндылықтарды жоғалта бастауы жөнінде бізге тәлім тәрбиелік мәні зор шығарма. Жақсы, рахмет. Енді осы әр шығарманы оқыған кезде адам өзіне бір тәрбиелік мәні бар нәрсені алады. Аружан, сен осы шығарманы оқи отырып, не үйрендің осы шығармадан, неден жирендің? Осы шығармада маған қатты әсер еткен тұсым, ол шығармада айтады. Мен кедей болдым, бірақ көңілім бай еді. Бай болдым, бірақ ақшасы көп қайыршы болдым дейді. Бұл жерде жазушы адамның байлығы оның сыртқы дүниесімен емес, ішкі жан дүниесімен, жан дүниесіндегі құндылықтармен, яғни өмірге деген шынайы көзқарасымен, шынайы күлкісімен, адамдарға деген мейірімділігімен өлшенетінділігін жеткізгісі келді. Тамаша, жақсы. Әр шығарманы оқи отырып, оқушы сол шығармадан үлгі ала білу керек, иә? Ұстаздарға сұрақ қойғым келіп тұр енді тұста. Шығармада қандай ұлттық құндылық бүгінгі өмірмен қалай үйлесіп көрініс тапқан? Шығармадағы негізгі ұлттық құндылық біз қазақ халқы қай кезеңде де пейіліміз кең, дархан, бір-бірімізге көмек қолын созып, мына жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған, сондай өте бір керемет осындай қасиеттерге ие елміз. Мінекей осы жердегі біздің жаңа қанымызбен сіңген құндылықтар, мынау бауырмалдықтың, мынау кем-кетіктерге деген адамның бір сәл болсын кішкене демеу беру, бауырмалдық, имандылық мәселелері осы біздің сондай ұлттық құндылықтарымыздан кетіп бара жатқандығымызды арқау етіп тұр. Тамаша, жақсы. Енді осы құндылықтарды қайта бұрынғы қалпына келтіруге бола ма? Яғни үлкенді сыйлау, кішіге ізетпен қарау деген сияқты, мейірімді болу. Әрине болады. Бұл негізі мынау Абу Насыр Әл-Фараби атамыз айтқан ғой, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп. Мінекей біз тек қана осы шығармаларды оқып отырып, тек қана балаларға білім беру емес, міне біз бірінші мәселені тәрбиенің өзегін осы тәрбиенің өзегінде жатыр. Адамдарды бауырмалдыққа, имандылыққа, кішіпейілділікке, бір-біріміздің қиналған сәттерімізді көре білуге осы шығарма арқылы тәрбиелеуге болады. Тамаша, рахмет. Қосып кетейін осы жерде. Әдебиет адам үшін жазылады. Мұның негізгі объектісі адам тағдыры. Жазушы Таласбек Әсемқұловтың өмірден осы шындықты таңдап алып шығармасын арқау етті. Мынау ұлттық мектептің негізі қаланып жатыр ғой. Осы ұлттық мектептің алдында негізгі екі міндеті бар. Бірінші, ұлттық құндылықтар негізінде білім беру. Мұнда ұстаздардың үлес салмағы басым. Ал енді осыны жүйелі оқытуға жағдай жасау. Екіншісі, бұның мектептің үлес салмағы басым. Енді мектептен бітірген оқушы ертең өмірдің қайнаған ортасынан бой көрсетеді. Сол кезде осыған дейін оқыған білімі, білігі, яғни өмірлік дағдылары көмекке келінеді. Бекторының қазынасы әңгімесінде де қайыр болды. Дегеннен ақ өмірдің қайнаған ортасынан бой көрсетеді. Бой көрсетеді. Абайда бар ғой, адасқанның алды жөн, арты соқпақ дейді. Тағы да айтады, адасқанның айығы жоқ, қайтып үйірін тапқан соң дейді. Түптеп келген кезде қайыр болдыға сол өзінің алған білімі, білігі, өмірлік дағдылары көмекке келді. Енді шығармадағы алтынмен жалатылған тас сарайындағы тізбектелген шынының ішіндегі жүректер іздеуші соқ.
Бұлар біз деген деталдар ғой. Міне, өмірге бейім емес өмірлік дағдыларды алмаған адамдардың жүректері. Байлық бұл адамзаттың төрттілігін сай қылғанымен, мынау ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс болатын ақыл мен қайраттар Абайда айтады ғой. Ақыл мен қайрат жолда бар, қасқанға да қуғанға. Әділет шапқат кімде бар, сол жасар туғанға дейді. Осындағы әділет шапқат деп отырғанымыз жүректің орнын алып тұрған символ. Міне онсыз сен өмірде қастандыққа барасың, зұлымдыққа барасың. Міне шығармада осыны басшылық қалу керек. Мына құндылықтардың негізінде оқыту деген кезде ең бірінші шығармада еркіндік деген бар. Қараңызшы, адам баласы азды көп па бір-біріне тәуелді. Ал егер кез келген құбылысты нәрсені саналы түрде қабылдайтын болса, ол еркіндік. Ал енді саналы түрде қабылдай алмасақ, онда біз тәуелді боламыз. Екіншіден, осындағы шығармадағы адамға қажетті қасиеттер. Міне осыларға біз басымдық беруіміз керек оқушылардың оқытуда. Тамаша пікір айттыңыз. Сіз де әдебиетшіден білім алған оқушы, ол міндетті түрде әдебиетші болып қалады деп ойлаймын. Қандай керемет. Келесі сұрағымыз, шығармада жаһандық деңгейде көтерілген түйткілді мәселелер деп қай тұстарын ерекше айтар едіңіздер? Мысалы, жаңағы Қайырболды Бекторы менен Зәулім сарайдың ішіне ілесіп келіп, көп құтыға салынған жүректер. Ол бір шығарманы мен өзім оқып отқанда бір кәдімгі аквариумдағы балықтар ма, жоқ бір химияның лабораториясында тұрған бір заттар ма, алғашында өзім көз алдыма елестеді. Солай елестеді, зертханасы сияқты, мәрмәр жүректер. Сонда бұл не деп сұраған кезде, бұл мәрмәр жүректер, сен егер жүрегіңді осы жүрекке айырбастайсың ба деп сұрайды ғой. Сонда мысалы Қайырболды өз еркімен келіседі мәрмәр жүрекке айырбастағанға. Негізі дүние жақын болады ғой. Дүние жақын болады. Бұл мәрмәр жүректілер ол тек қана біздің елімізде деп қана айтуға болмайды. Барлық жерде сондай әлемдік жаһандық түйткілді мәселе болып тұр ғой. Түйткілді мәселе болып тұр. Осындай мәрмәр жүректілер кейде көп па деп қаласың. Бірақ та бәрібір шығарманың түптеп келгенде адамның, Қайырболдың өзінің адами қасиетін жоғалтпай, мәрмәр жүректі қайтып өз жүрегіне айырбастап алуы. Міне осы жердегі үлкен жаңағы адами құндылығын оның көрсетіп тұр. Мен осы мәрмәр жүректен көр деп өзім сондай шешімге келдім. Енді ойды ой қозғайды дейді ғой. Мәшһүр Жүсіптің тамаша бір сөзі бар да. Мынау қазақтың 2-ден 1 жақсы дейді. Бұл жаңағы Омар Жәлел айтады ғой, бұны элита дейді, жақсы деген сөзді. Екіншіден 2-ден 1 бұл әулие дейді. Әулие деп отырғанымыз Алланың ерекше назары түскен адамдар. Сонда неге дегенді айтатыны бар ғой. Қазақ бұрыннан дүниеге қызықпаған қалды дейді. Біз неге осыншама дүниеге қызығып кеттік? Неге Бекторыны тізгіндемей оның артына еріп кеттік? Енді шығарманы оқып отырсаң, бүйтіп барасаң, бір қарапайым стильде жазылған, дәстүрлі сюжет. Бірақ осының кереметі астарлы оймен береді да. Осы астарлы ойы қалай көрініс табылады? Бұл енді жазушының шеберлігі ғой. Мынау диалогтар арқылы. Бекторы мен кімнің Қайырболдың кездескенде сөйлемде, мына кітап шығармада бір суретті керемет сөйлем бар. Сен маған енді жүрегіңді беруің керек деді Бекторы. Қалайша деді Қайырболды, тағы да тұттығып. Мен өліп қалам ғой. Сен маған жүрегіңді берген сәттен бастап біз бұл фаниде емеспіз дейді. Осы неге түсінбейсің дейді. Осы жерде ойлап отырсаң қарашы, жүрегі жоқтар, жүрегі тас адамдарға бұл фаниде орын жоқ деген сөз ғой. Бұл орын жоқ деген сөз. Қайырболдының жаңағы Бекторыға мен сізден шаршадым деген жері бар. Сонда айтады, неден шаршадың дейді, қорыққаннан шаршадым дейді. Онда сенің қорқатын себебің сенде жүрек жоқ дейді. Мына қазақта жүрегі жоқ адам дегенді қорқақ, әлсіз, ынжық адамдарды айтады. Мінекей, сонда тас жүрек, жаңағы жүрегі жоқ. Міне, осы жерден де көруге болады. Жүрек деп аталатын нәрсе ол адамның бір мүшесі болып қалу керек. Ал шын жүрегі бар адам деген, жүректі адам деген
жаңағы бәр нәрсеге өзі бара алатын, өзі бір шешім қабылдай алатын, мейірімді. иә, мейірімді адам, қолындағы соңғы нәрсесін біреуге бөліп беріп, біреуге жалпы жақсылық жасай алатын адамды біз жүректі батыр адамға теңейміз негізінде. Жақсы, тамаша ой пікір айттыңыздар. Дегенменен Ұлы Абай айтқандай, адамзат бір-бірін жақсы көріп сүйсе, Мәшһүр Жүсіп айтқандай, елдің бәрі дүниеге емес, рухани байлыққа қызықса, онда әлемде бейбітшілік орнап, соғыс болмас еді. Бірақ дегенменен өмір болғаннан кейін жақсы мен жаман үнемі арпалысып өтеді. Ол өмір заңдылығы. Жақсының жақсы екендігін жамандықтың арқасында салыстыру арқылы білеміз. Келесі сұрағымыз, ертегідегі пері қызын тізгіндеген қазақ пәлсапасы бүгінгі Бекторының бетін қайтаруға неге дәрменсіз? Жақсы, рахмет. Мынау шығарманы оқып отырсаңыздар, ішінде бір автор әдемі бір термин қолданады, түпсана дейді. Түпсана деп отқанымыз осы бағана айттым ғой, мен жаңағы компас сияқты оқырманға бағдар беріп тұрады. Абайдың 6-шы қара сөзінде бүйтіп айтады, ырыс алды тірлік дейді. Ол қандай тірлік дейді? Көкірегің, көңілің ояу болса, соны айтып отыр. Егер өзің тірі болып, көкірегің өлі болатын болса, ақыл оғарға сөз, адал еңбек қыларға жігер таныта алмайсың. Бекторды әкім Қайырболатта басында ақыл оғарға сөз, жігер еңбек қылуға жігер таппағанды осы. Мынау шығарманы да оқып отырып, мынау композициялық құрлығында оқырманға керемет жауап береді. Астарлы ой дейміз ғой. Мысалы, шығарманың шарықтау шегінде, шарықтау шегі деп отқанымыз, мынау драмалық тартыстың өрістеп барған биігі ғой. Сонда бүйтіп айтады, жанның, рухтың, иманның апаты дейді. Бұрынғы ұмыт қалған сезімдер қайта бойын керней бастады дейді. Қараңызшы. Ана тас жүрек ұмыттырып жіберді ғой бәрін. Ал енді шарықтау шегінде бүйтіп айтады. Шарықтау шегі жаңағы шығарманың шешуші кезеңі ғой. Осында бүйтіп айтады, есесіне менің кеудемде тірі жүрегім бар дейді. Кеудемде адамдарға деген құрмет, мейірім, сыйластық бар дейді. Міне әлемдік құндылықтар міне осында жатыр ғой. Біз бүгін неге қолымыз жеткізбей отырмыз? Мынау әлемде дамыған алдыңғы қатарлы 10 мемлекеттің ендігі шығар биігі осы сыйластық, құрмет, мейірім. Дұрыс айтасыз. Әлемдік деңгеймен ұштасып жатыр. Және тағы да бұның кереметі, мынау Шыңғыс Айтматовтың бір сөзі бар ғой, өзінің кейіпкерін сүймеген, оған жақсылық ойламаған суретші дейді, суреткер дейді, ол нағыз суреткер емес дейді. Адамзаттың Айтматовы әлемге танылудың бір жолы, мынау аңыздарды көркем шығармаға арқау ету ғой. Ал енді бұдағы керемет Талас Әсемқұловта ертегіні арқау етіп отыр ғой. Арқау етіп отыр. Қараңызшы, біз Бекторларды тізгіндей алмасақ, кешегі анау Әуелбек Қоңыратбай айтады, ертесі ертеңсінде, оның мекені ескі жаман лашық дейді. Ал кітаптағы Бекторынаға мән беріп қарсаңдар, заманауи. Заманауи. Алтынмен жаратылған сарайда тұрады. Біз анау ертегіні өмірде Бектор сияқты жаман жолдағы, жаман пиғылдағы адамдарды бар екенін оқытып қоймайды. Соны тізгіндеуге үйретеді. Бүгін біз осыны тізгіндеуден қалып кеттік. Амалсыздан Бектордың соңына еріп кеттік. Міне осы жерде енді жазушы жаңағы Бекторыны тізгіндеу, көркем шығарманы оқып отырсақ, шарықтау шегі шығарманың шешіміне келіп қалған кезде Қайырболдының алдынан бір өзінің жас кездегі өзінің тұлғасына ұқсас баланың соның көлігінің астына келіп түсуі, сол баланың жанын алып қалу үшін Қайырболдының жаңағы әбден сасып, соған көмектесіп, жүрегінің мейірімі ояна бастады. Мейірімі сол бала арқылы жазушы оятып тұрғандығы. Міне сол арқылы оянған жүрегі өзінің тасқа, жаңағы мәрмәр жүрекке айырбастап кеткен өз жүрегінің өзін қайтарып алуын арқылы жазушы жалпы мына адамдардың мейірімділік, ізгілік деген біздің адам бойынан жоғалып кетуі мүмкін емес нәрсе екенін көрсетіп тұр деп ойлаймын. Осы жерде бір қосып кеткенге болады. Мынау адамзаттың бойындағы иммунитет дейді. Бұл мәдениетімізден оқу керек. Мәдениетіміз оқудан бастау алады иммунитет. Мынау ертегіні алып отқаны, мынау сюжетке тартып отқаны осында.
Адамзаттың бойындағы иммунитет бұл төл мәдениетімізден бастау алады. Мынау шығарманың сюжетінің өн бойында тартылып отқан ертегінің кейіпкерлері осының куәсі да. Мынау Эйнштейнге бір ата-ана келіп айтатын ғой, сіз сияқты ғұлама болу үшін мен балама не оқытамын дейді. Сонда Эйнштейн айтады ғой, ертегі дейді. Түсінбей қалған жаңа кісі қайттан сұрайды ғой, сонда айтады ғой, ертегіні көбірек оқысын дейді. Үшінші рет сұраған кезде айтады, ертегіні молырақ оқысын дейді. Ертегі бұл ақ пен қараны, жақсы мен жаманды ажыратады. Ертегі баланың қиялын да дамытады. Міне біз бойымыздағы осындай иммунитеттен айырылып қалдық. Сондықтан да жаңа Бекторлардың сөзі бізге өтімді болып кетті. Тамаша, жақсы. Енді бағдарламамыз аяқталып келе жатыр. Осы бағдарламамызға тақырыбымызды қорытындыласақ, бір-екі ауыз сөзбен тақырыбымызды қорытындыласаңыздар. Бір-екі ауыз сөзбен тақырыбымызды қорытындылайтын болсақ, мен бір оқыған бір әңгіме бойынша бір әйел өз қайтыс болатын кезде баласына бір кітап беріп кетеді. Мына кітапты оқысаң бай боласың деп, жаңағы бақытты өмір сүресің деп. Сонда бала кітапты оқып келе жатса, бірінші бір тілде жазылған, ортасына келсе тағы басқа тілде жазылған. Оны сол аудармашыға апарайын дейді да, қой, маған берілетін бақыттың, байлықтың бәрі соған кетіп қалар деп, сол бірнеше тілде жазылған кітаптың бәрін оқып шығады бала. Сонда ол үлкен байлыққа, жаңағы Бекторының қазынасындағыдай байлыққа жетпейді. Өзінің білімі, ақыл, парасаты, соның ішінде экономиканы да, бизнесті де бәрін оқып үйренеді. Сол арқылы үлкен байлықтың, бақыттың жаңағы тізгіндейді сол жігіт. Міне мен қорытындылай келе айтпағым, мынау оқу, білім алу, байлықты Бекторының қазынасынан бір дайын алтын, күміс жақұттан емес, білімнен оқып білім алсақ, байлықтың түбі білімде. Білімді адамның алмайтын асуы жоқ деген қорытындыға келемін. Жақсы, рахмет, өте жақсы қорытынды айттыңыз. Аружан, енді сен тыңдасақ. Кітап алтын қазына, ол біздің ойымыз бен жан дүниеміздің өзгеруіне себепші болады. Кітапты сүйіп оқы, көңілге түйіп оқы деп бекер айтпайды. Бүкіл осыншама жас буынды балалардың бәрі кітап оқынып, өмірге деген көз қарастарын өзгерсе екен деймін. Сол үшін де оларды кітап оқуға шақырамын. Тамаша, тамаша. Сен сияқты болса, шәкірттеріміздің бәрі кітап оқып, ізденіп оқитын болса, онда біз рухани бай мемлекетке айналар едік, иә? Жақсы, сіз қоса кетсеңіз қорытынды. Конфуцийдің тамаша сөзі бар. Шығарманы ойлану үшін оқу керек дейді. Ойланбай оқылған кез келген нәрсе адамның басына апат әкеледі дейді. Мына осы Бекторының қазынасы шығармасын оқып отырып, адамзат баласын түзу жолға салатын, адамдық жолына салатын идеяны көрсетеді, жолын нұсқайды. Біз шығарманы әрине ойланып оқуымыз керек. Осы шығармаларды оқып отырып, осы шығарманы біз Абаймен мүндестік тауып отырады. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, бір-бірімізді бауырым деп сүйік. Тамаша, осы бағдарламаға алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге, осы шығарманы талдауға ат салысқандарыңызға сіздерге үлкен рахмет. Болашақта шәкірттеріңіз ізденіп әдебиет кітапты оқитын шәкірттеріңіз көп болсын. Шығармашылық табыс тілеймін сіздерге. Ұлы Абайдың 17-ші қара сөзінде қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтса келіп таласып ғылымға жүгінеді. Ғылым сонда айтады: осы үшеуің менің айтқанымдай бір кісінің бойынан табылсаңдар, табаныңның топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол дейді. Егер үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда. Қалпыңды таза сақта, Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды. Міне, Таласбек Әсемқұловтың да айтпақ ойы, кез келген жағдайда адамзаттық болмысты жоғалтпау, жүректі таза ұстау, қайырымды болу, мейірімді болу, сабыр сақтау, төзімді болу. Сонда ғана адам өмірі бақытты ғұмыр кешереді. Әрқашанда адамзаттық болмысымызды сақтай білейік. Осымен біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Келесі шығарма әдебиет көзқарас бағдарламасында кездескенше аман болыңыздар.